Бағдатта елді аштықтың қатты бір тықсырған кезі еді. Бұл қиын жағдай әсіресе қолындағы арқанымен әркімнің жүгін тасып, солардың ұстатқан азынаулақ тиын тебенімен күнелтетін жүк тасығыш хаммалдардың қабырғасын қайыстырып, жандарына қатты батты. Бір күні жүк тасушы хаммалдың біреуі жаңа піскен нан иісі бұрқырап шығып жатқан бір үйдің тұсынан өтіп бара жатып, аштықтан бұратыла ішке дауыстады. Неше күннен бері нәр татпаған мен бейбаққа Аллах разылығы үшін бір үзім нан беретін жан болар ма екен? Тандырдың қасындағы шешей жаңа піскен ып-ыстық күлшеден қызына беріп жатып, ана кісіге ұстат деді. Қызы бір ауыз сөзге келместен ыстық күлшені жақсылап ораған күйі аш хаммалдың қолына ұстатты. Хаммалдың қуанышында шек жоқ. Неше күннен бері бір күлшеге зар болып еді. Енді міне сол тілеуін Құдай аяқ астынан берді деген сөз. Бірден үйіне қарай бет алды. Алайда дәл осы мезетте ту сыртынан естілген өктем дауыстан тұрған орнында қатты да қалды. Ол дауыс: "Айт тез, андағы нанды қайдан алдың?" деді. Бұл байғұс жаңа ғана шыққан үйін қолымен нұсқады. Қабағы онсызда қату әлгі кісі ашуланған күйі: "Бәсе", деді. "Мынадай заманда басқа кімнің үйі елді жарылқап нан береді дейсің?" Сөйтті де үйіне барып: "Қайыршы хаммалға нан берген қайсысың?" деп айғайлады. Әйелі байғұс қатты қорыққандықтан жең ұшымен қызын көрсетті. Ондағысы қызына жаны ашып, бас артық қылыққа бара қоймас деген ой еді. Алайда қыздың әкесі сараңдық пен ынсапсыздықтың ауруына мықтап шалдыққан болатын. Сондықтан да болар, ойланып жатпастан, босағада тұрған таяқпен "Нан берген қолың осы болса" деп қызының қолынан оңдырмай салып қалды. Қыздың баж еткен даусы ғана шықты. Өйткені онсыз да нәзік қолы сол мезет сынып кетіп, өмірлік мүгедек болып қалғанда. Оған қарап жатқан әке бар ма? Ол өз ойын іштей дұрыс деп түйді. Елдің бәріне нан тарата берсем, бұл үйде нан қалама деп ойлады. Алайда оның бір нәрсені ақылға салып таразылауға, түйсінуге парасат пайымы жетпеген еді. Ол өзіне нәсіп етілген әрбір нығметке шүкір ету қажеттілігі еді. Яғни, адам баласы да әрқашан Аллах тағаланың маңдайға бұйырған әрбір жақсылығына іштей шүкіршілік қылып, соны біліп жүру керек. Өйткені шүкір ұмытылған жағдайда Аллах тағаланың ол адамды бар жақсылықтан мақұрым қып, құр алақан қалдыруы демде еді. Айтқандай, осы бір ақиқат Шығай байшыл әлгі сараңды өз ырқына бас идірді де. Көп өтпей-ақ ісі өрге баспай, кетеуі кете бастаған әлгі үй иесінің базардағы сауда орнын сатуы да сол берекесі қашқан тірлігінің бір көрінісі еді. Аз-ақ уақытта кедейленіп шыға келгені соншалық, бір күндері нан таппайтындай жағдайға қалай душар болғанын өзі де сезбей қалды. Салы суға кетіп, кешқұрым үйіне қайтқан ол, үйіндегілерге мынаны айтуға мәжбүр болды. "Болды енді, менен үміттеріңді бір жола үзіңдер. Бүгін күні бойы нан алатын ақша да таба алмадым. Қызым, бүгін сен одан да базарға барып, өткен кеткендерден біраз нан алатын ақша сұрап қайт." Қызы қол жайып қайыр сұрауға қанша арланса да, шарасыздықтан қысыла қымтырыла базардағы бұрынғы дүкендерінің алдында тұрып, таныс біреу-міреу кездесіп қалар ма екен деп күте бастады. Сәлден соң өзін байқаған әлгі дүкендегі кісі келіп: "Сенің бір бұйымтайың бар секілді. Бұл жерде кімді күтіп тұрсың?" деп сұрады. Қыз лажсыздан бар шындықты жасырмай айтты. "Шыны керек, нан алатын ақшамыз болмай, қолыма бірдеме ұстатар таныс кісілер кездесіп қалар ма деп тұрған жайым бар." Әлгі кісі қолын бірден қалтасына салып, біраз ақша алып: "Мә, ала ғой", деді. "Сен бұған қалағаныңша нан сатып аласың. Мен де сенің арқаңда Аллахтың өзіме жасаған жақсылығына аз да болса шүкіршілігімді қылған болып саналамын", деді. Қыздың манадан бері бір қолын артына жасырып, берген бір уыс ақшаны да бір-ақ қолымен алғаны әлгі кісіні таңдандырмай қоймады. Сол-ақ екен, қолыңды көрсетші, жара болса айт, емдетіп берейін. Неге артыңа көрсетпей жасырып тұрсың?
Аллах маған көп нығмет несібе бергенде, мен де оған шүкіршілік етіп, басқаларға жақсылық жасауым керек емес пе деді. Қыз қолы жайлы қанша айтқысы келмей тартыншақтанғанымен, әлгі кісі сұрап тұрып алғаннан кейін айтуды жөн көрді. Кезінде мен бір пақырға нан берген едім. Әкем әлгі байғұстан нанды қайдан алдың деп сұраса, ол біздің үйді көрсетіпті. Әкем қатты ашуланып үйге келе сала, нан берген қолың осы болса деп менің қолымды таяқпен ұрып, өстіп мүгедек қылып тастады. Көрсетуге ұялатындықтан ел бетіне көрінбей үйде отырамын деп, күйеуге де шықпай қалған жайым бар деді. Әлгі кісі қыздың айтқандарын ести сала, бар көрші қолаңын шақырып айғай салады. Әй, көршілер, келіңдер, мен өз қиялымдағы ақ жүректі аруды енді таптым. Ол міне, алдарыңда тұр, сендер де менің бұл ісіме куә болыңдар. Сөйтеді де, аң-таң болып тұрған қызға болған жайды әңгімелеп түсіндіре бастайды. Кезінде сенен нан сұраған бейбақ мен едім. Мен ол кездері елдің жүгін тасып күнелтетін кедей бір хаммал едім. Демек қолыңның сынғанына мен себеп болған екем. Сенің қолыңның сынғанына себеп болып қана қоймай, сенің тұрмыс құра алмағаныңа да мен себеп болғаным жарамас. Бұған Аллах тағала да разы бола қоймас. Сені көргенде іштей ұнатып қалғаным да рас. Маған нан берген қызға қатты ұқсайды екен деп қадала қарап қалған едім. Қателеспегенде екем. Әкең шүкіршілік етпегендіктен қолындағы барынан айырылып қалды. Ал керісінше оның айырылып қалған байлығын Аллах тағала маған нәсіп етті. Мен ондай шүкіршілікті білмейтін адам емеспін. Кел екеуміз одан да некемізді қиғызып, отау құрайық. Әкеңді де қиыншылықтан құтқарармыз. Екеуі бірге қол ұстасқан күйі қыздың әкесіне көмектеспек ниетпен жолға шығады. Шүкір етсеңдер, ырыс несібемді молайта түсемін. Ал шүкіршілікті ұмытсаңдар, қолдарыңдағы нығметімді аламын да, шүкіршілігі бар басқаларға нәсіп етемін. Шүкіршілік етпегендерді әрі қатты азапқа ұшыратамын. Құран кәрім. Тағылым тамшылары кітабынан алынған. Достар, сіздермен бірге болған Арайлым Ерсайынқызы. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер.